Нұрберген, тұр талтыс болды. Талтыс күйден ұйықтайтын. Не ұйқы, түнімен не істедің, Нұрберген? Таңға дейін түнгі клубта сылқымдармен көңіл көтердім. Әй бәсе, мәз болып ұйықтауын жаман еді. Тұр енді, шай дайын. Сәл күте тұршы, жоламан. 5 минут көшірімін іліп алайыншы. Жарайды, Нұрберген. Ойында еш нәрсе жоқ жоламан, көтеріңкі көңіл күйде ас үйге кірді. YouTube желісінен таза стендапты қарап, шай ішіп отыр. Жалпы мен өмірімде ешқашан әлдеу деген сөз естіп көрмедім. Мыналар мені бір күні шегімнен түйіліп өлтіретін шығар. Көтеріңкі көңіл күйде таза стендап қарап отқан жоламанның кенеттен ұялы телефонның қуаты азайып, көңіл күйі шылыққа дейін түсті. Жоламан дереу қуаттағышын іздеуге жөнелді. Қуаттағышын таба алмай жүрген жоламанның ойына арам пиғыл келді. Ал Нұрберген осы сәтте тыңқиып ұйықтап жатыр. Нұрберген! Кейін ішемін дедім ғой шайды. Шай бұлай тұрсын. Менің қуаттағышым қайда, Нұрберген? Мен қайдан білейін, жоламан? Сенен басқа кім алуы мүмкін? Әдетте сен алушы едің ғой, Нұрберген. Мен алған жоқпын дедім ғой, жоламан. Сенің алғанына толық сенімдімін. Себебі бұл үйде екеумізден басқа тірі жан жоқ қой. Сол кезде Нұрберген ызаға булығып, дауысын сәл көтеріңкіреді. Жоқ, неге түсінбейсің, жоламан? Мен алған жоқпын деймін. Неге барлықтарың маған ұйқы бермейсіңдер? Түнде сылқымдар, таңертең болсаң сен. Әбден мезғып біттіңдер бәрің. Болды, мен үйден кетемін. Бұрын соңды Нұрбергеннің бұндай ашуын көрмеген жоламан аң-таң болды. Қуаттағышты дереу орнына қойда, басын алған жаққа кете бер, Нұрберген. Сонда менің қолымның сұғанағы бар деп ойлайсың ба? Екеуміздің арамызға қайдағы жоқ, қуаттағыш түседі деп мүлдем ойламадым. Қайдағы жоқ емес, ол түп нұсқа. Мен оны Атыраудан техник маркет үйге арналған дүкеннен алдым. Қайдағы түп нұсқа? Люкс көшірме емес пе? Сен қуаттағышты алмасан, оның люкс көшірме екенін қайдан білесің, Нұрберген? Болды, шыдамыңда шегі бар, бөтелкең толды. Мен үйден кетемін. Кетем! Қабат деген ай. Осындайда жедел сатыда келіп болмайды ғой. Бірақ ішіне кірмей-ақ қояйыншы. Ішінде не болып жатқанын бір Құдайдың өзі білсін. Нұрберген! Әдеткі күндердің бірінде жоламан Нұрбергенді шайға оятты. Нұрберген сәлден соң тұрамын дегеннен соң жоламан жалғыз іше беремін деп ұйғарды. Таза стендапты көріп жатырған кезде кенеттен ұялы телефонның қуаты таусылғанын байқайды. Ол ұялы телефон дереу қуат көзіне қоймаса өшіп қалатынын білетін. Жоламан бірден қуаттағышты іздеп бастайды. Қуаттағышты таба алмаған жоламан Нұрбергеннен күдіктеніп оған тап берді. Түнімен сылқымдармен демалып келген Нұрберген жоламанның дөрекі сөзін көтере алмағандықтан соңы жанжалға ұласты. Жоламан, Нұрбергенге не болған? Менің иығымнан қағып кете жөнелді. Менің иығым ауырып кетті. Бірақ ауырсынатын мен емес, мен еркекпін ғой. Не болғаны басынан бастап түсіндірші маған. Талап, саған өтірік, маған шын. Өмір бойы жан досым деп ойлап келген Нұрберген менің
ұйықтап жатқанымды пайдаланып, қуаттағышымды қолды қылған секілді. Немене? Мен Нұрбергеннен мүлдем ондайды күткен емеспін. Эх, бауырым, сен Нұрбергеннен босқа күдіктендің. Сен танмен таласа, тыңқиып ұйықтап жатырған кезде, сені тәтті ұйқыңнан оятпайын деп, мен алған болатын қуаттағышыңды. Жоламан, сенің қуаттағышыңды мен алып бара жатырмын. Жарайды ме? Сайтан алғыр, өмірімдегі ең өрескел қателік жасадым. Қалайша мен жан досымды жамандыққа қидым. Сабыр ет, Жоламан. Сонда менің қолымның сұғанағы бар деп ойлайсың ба? Екеуміздің арамызға қайдағы жоқ қуаттағыш түседі деп мүлдем ойламадым. Неге мен Нұрберген сөзіне сенбедім? Қол қусырып қарап отырмайық. Нұрбергенді Ерке Есмахан алып кетпей тұрғанда біз бірінші тауып алайық. Ендеше нағып тұрмыз, кеттік! Жоламан мен Талап Нұрбергенді іздеуге дереу жөнелді. Нұрберген алысқа кетуі мүмкін емес. Осы айналардан іздейік. Дұрыс айтасың, Талап. Досым, қуаттағыш бар ма? Әрине, сендей досымнан қуаттағыш аяймын ба? Мә, рахмет. Енді қайдан табамыз? Мен білетін секілдімін. Алло, Нұрберген, қайдасың? Вектор компьютерный клубында? Мекен жайы қандай оның? Мөңкей ұлы 97-де 3 дейсің бе? 2 кесте бар ма ол? Жарайды, қазір дөп барамыз. Жүр. 4-ші компьютерді қосшы. Неше сағатта? 2 қосу 1 бар ма? Бар. Атыңдар! Жарнамада тұр. Шұңқырда бір адам бар секілді. Жақсы қару-жараққа ақша жеткіліксіз менде. Сақ бол! Шықпа! Ұзындықта Нұрберген отыр. Нұрберген, Сендердің келетіндеріңді иістеріңнен сезгем. әрине, себебі біздер эссенс иісуын шашып жүрміз. Ол жерде таңда өте көп. Барасың, лезде алып кетесің. Және жеткізу тегін. Олармен қалай тілдессем болады? Сілтемесі осы жазбаның астында тұр. Соған кіре аласыңдар. Нұрберген, сөйлесуіміз қажет. Тағы да бір затыңды жоғалтып келдің бе? Жоқ, олай емес, Нұрберген. Сенен кешірім сұрауға келдім. Бір ашуынды берші, Нұрберген. Жоламан дұрыс айтады, Нұрберген. Тездетіп үйге қайтшы. Сені тағатсыздана күтудеміз. Жоқ, шаршадым, шыдай алар емеспін. Бір қуаттағыш үшін жағама жармастың. Егер арамызға ақша түссе, соққыға жықпақсың ба? Кешірші мені, Нұрберген. Үлкен қателік жасағаным айдан анық. Қайдағы жоқ қуаттағыш үшін досыма жала жаптым. Істің байыбына бармай жатып, ашуға ерік бердім. Егер кешіре алсаң, кешірші мені, Нұрберген. Жарайды, алды арты осы болсын.
екеуіңнің татуласқандарыңа әбден қуанып отырмын. Өзімді кінәлі сезінемін. Мүмкін мен үйге келмегенде жағдай ошығып кетер ме еді? Жоқ, Талап. Сенің ешқандай да кінәң жоқ. Менің ұялы телефонымның қуаты азаймағанда мұндай нәрсе болмас еді. Жарар. Соңында әйтеуір барлығы да жақсы болды. Түрік сериалдары сияқты. Тағы да үшеуі біреуінде шайын құяйын бе? Әрине. Қоюынан құйшы. Барлығымызға да толтырып құй. Осылайша Жоламан өзінің қателігінен сабақ алып, келесіде желательны тез ашуланбауға өз-өзіне серт берді. Ал сіздер бұл каналға тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдырғандарыңыз абзал.